Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ауызға салсаң еритін, нәзік, кереметтей, жасалу жолы өте оңай фисташка рулет әзірлейміз. Рулетімізді әзірлеу үшін ең алдымен ыдысымызды алып, ыдысымыз құрғақ болу қажет. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бізге жұмыртқамыздың ағы қажет. Жұмыртқамыздың ағын миксерлей отыра шекерімізді қосып миксерлейміз. Шекеріміздің барлығын бірден қоспаңыздар, осылай бөліп қосып, миксеріміздің жылдамдығын жоғарылата отыра, бір келкі болғанша массамыз екі есеге ұлғаяды, ақ пена болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Егер сіздерде қол миксер болса, 10-15 минуттай миксерлеңіздер, сонда әдемі болып шығады. Осылай массамыз екі есеге ұлғайды, өз қалпын ұстап тұр. Осылай массамыз дайын. Енді қою осы әдемі болып тұрады, өз қалпын ұстап. Массамыздың үстінен фисташка ұнымызды қосып, массамызды түсіріп алмай, төменнен жоғарыға араластыра отыра, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып алдым. Массамызды құртып алмаңыздар. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді листімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды төсеп, дайындап алған массамызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай бір келкі қып пергамент қағазымызға төсеп аламыз. Осылай бір келкі қып төсеп алдым. Енді қызып тұрған пешімізде 160 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Осылай пісіп шықты. Енді үй температурасына суытып аламыз. Суығасын, пергамент қағазымызды бетінен қойып, келесі бетіне аударып, жайлап, сындырып алмай, осылай пергамент қағазымызды алып тастаймыз. Толықтай піскен. Асықпай істеңіздер. Осылай пергамент қағазымды алып тастадым. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырымыздың үстінен сахарный пудрамызды қосып, мен 100 граммдай сливки құйып жүрдім. Миксерлейміз бір келкі болғанша бірінші. Осылай бір келкі болғанша творожный сырымызды міндетті түрде ең бірінші миксерлеп алыңыздар. Осылай бір келкі болды. Енді үстінен сливкиімізді құямыз. 33%-тен жоғары сливки пайдаланыңыздар. Осылай сливкиімізді құйып, крем өз қалпын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай кремі өз қалпын ұстайды. Осылай креміміз өз қалпын ұстады. Енді креміміз араластырып жатырмын. Креміміз дайын. Енді рулетіміздің ортасына мен клубниканы турап қостым. Осындай клубника пайдаландым. Свежий түрін пайдаланыңыздар. Малина болса, малинаны да турап қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді дайындап алған кремімізді кондитерлік пакетімізге құйып алып, рулетіміздің ортасына кремімізді барлық жеріне бірінші жағып шығамыз. Осылай кремімізді жағып алдым. Енді спатуламыздың көмегімен тегістеп кремімізді барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай спатуламыздың көмегімен тегістеп кремімізді жағып алдым. Бір келкі қып. Енді ортасына турап алған клубникамызды барлық жеріне салып шығамыз. Міндетті түрде свежий түрін пайдаланыңыздар. Егер қатырылған түрі болса, суы шығып кетеді. Осылай турап алдым. Енді рулетімізді жинаймыз. Менде сәл суыған уақытта көптеу тұрып қалды. Сол үшін сәл көбірек сынды негізі. Бірақ сынғаннан қорықпаңыздар. Өзі солай болып шығады фисташка рулетіміз. Осылай рулетімізді жинап аламыз. Осылай жинап алдым. Енді ыдысымызға қойып, үстіне қалған кремімізді жағып, осылай жағып, үстіне
аламыз. Сәндеп шығу өз қалауларыңызда. Осылай кремімізді жағып, мен үстінен клубникамен сәндеп шықтым. Өте әдемі көрінеді, әрі дәмі де керемет болып шығады рулетіміздің. Рулетіміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай клубникамызбен сәндеп шықтым. Осымен кереметтей фисташковый рулетіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең соңынан сахарный пудрамен сәндеп шықсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Сіздерге ортасын кесіп те көрсетіп жатырмын. Холодильникке кемінде 5-6 сағат қойып барып жесеңіздер, кремі сіңіп өте дәмді болады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.